Құрметті менің оқырмандарым, кешегі жылан қабықты жігіт ертегісінің екінші бөлімін тыңдаймыз. Сонымен той тарқап, жас жұбайларды жылан мен сұлуды оңаша бөлмеге кіргізеді. Бөлмеге кірісімен патша өз басын өзі тоқпақтап, төсін тырмалап, жексұрын жылан, менің ай күнімді сұлуымды жалмайды деп жылай бастайды. Ал жатын бөлмедегі жағдай мынандай еді. Жылан сұлуды шырматыла орап алып, еркелетіп сүйе бастайды. Қанша не өлі емес, не тірі емес қалшылдап қатып қалған, тіпті жүзін көтеріп қарауға, тыныстануға қорқады. Ал жылан оратылып, құшағыңа алып аймалашы, қумашы, байқа, бәрі керісінше болып, сен жақсы көр деп, мен қашып жүрмейін деп жалынады. Осылай жалынып, жалбарынып тұрғанда кенет, не деген керемет, жылан терісі сыпырылып түсіп, сымбатты көркем жігіт шыға келеді. Қаншаның оған бір қарауы мұң екен, содан қайтып көзін қайтара алмай қалады. Қыздың жүрегі дірілдей соғып, көзі мөлдіреп, жүзі жайнап кетеді. Олар үйістіп, бір-біріне құмарта қарасып, құшақтасып аймаласады. Жігіттің шашы алтынның шапағындай жарқырайды, ал қалыңдықтың сүйректей саусағы оның шашын аялай сипайды. Қаншаның бағушы анасы мына жарқыраған немене? Қарғыс атқыр жылан, аузынан отын шашып, қаншаны өртеп жіберген жоқ па деп есіктің көзінен үңіліп қарайды. Қарайды да бақытқа бөленген қыз бен жігітті көреді. Кемпір қуанғаннан жылап жіберіп, қыздың әкесін де қуантайын деп жүгіре жөнеледі. Барлығы дабырласып әбігерге түсіп қалады. Сосын жүгіріп жатын бөлмеге келіп, қуаныштан естері шығып жүріп есікті бұзып кіреді. Патша бөлмеге кіре, жылан терісін бас салады. Жігіт қорқып кетіп, қашып тығылатын жер іздеп, әрлі-берлі жүгіреді. Сосын жер таппай, секіріп, кептерге айналып, бөлмеден шығып баратын жер таппай, қабырғаларға соғысып ілгері ұшады. Сұлу қалыңдық кептер мәңгілікке ұшып кетер ме деп, бір жылап, бір құлап соңынан қалмай жүгіреді. Ақыры кептер есік тауып ұшып шығады. Сұлу қыз әкесінен ат сұрап мініп, кептер екеуі жігіттің соңынан шаба жөнеледі. Кептер уілдеп тоқтай алмай ұшады. Сұлу қалыңдықта ізінен қалмай, кептер ағашқа қонса, қалыңдық ағаш түбіне келіп тұрады. Кептер ұшса, сұлудың аты да зулайды. Осылайша кептер ұшып, сұлу атпен шауып теңізге дейін жетеді. Теңіз жағалауында түбек бар екен. Түбекте жебедей түзу тартылған бір бәйтерек өсіп тұр екен. Кептер теректің ұшар басына барып қонып, уілдеп отырады. Сәл жел соқса, терек шайқалып, ұшар басы майысып, кептер қалыңдығына жақындайды. Терек түзелген кезде қайта алыстап кетеді. Сұлу ару атын қамшысымен тартып қалғанда, ат құлағын қайшылап, аспанға қарғимын деп, тоқымдай түбекке симай суға құлай жаздайды. Жағалауға ілініп әзер аман қалады. Сонда терең еңкейіп ару қыз кептерге қолын созады. Кептер сұлудың иығына келіп қонып, тура құлағының түбіне уілдей бастайды. Ат қайтадан жағалауға шығады. Ал кептер қанатымен сұлудың бетін сипайды, біресе тізесіне қонады. Қалыңдығы оны ұстайын десе, ұстай алмай кептер ұстатпайды. Содан әлі күнге дейін кептер қалыңдығының айналып ұшып жүреді дейді. Біресе оның иығына отырып,
құлағына әлдене деп уілдесе, біресе тізесіне отырып еркелейді екен. Осылайша олардың аяласуы бір таусылмайды екен деседі.